Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге түрікше гарнирінен митбулс немесе қуырылған түйіршіктер тағамын ұсынатын боламын. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Мен бұл тағамға үйдегі қолымдағы бар азық-түліктерден жасадым. Сіздер өздеріңіз басқаша көкөністер қосып та жасауларыңызға болады. Ең алдымен фаршымызға тұз, бұрышымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Және осылай кішкентай түйіршік етіп дайындап аламыз. Енді дайын болған түйіршіктерімізді ұнтақталған нанға аунатып аламыз. Дайын болған түйіршіктерді қызып тұрған майға жақсылап қуырып алуымыз қажет. Мен кішкене пиязды осылай майға қуырып алдым. Сіздерде сарымсақ, басқа да көкөністер болса, соны қосып қуырсаңыздар болады. Шамамен 4-3 картопты осылай ұсақтап турап, жүгерімен бірге қосып қуырып алдым. Шамалы 2 шай қасық томат қосып, 1-2 минут тағы да жақсылап қуырып аламыз. Араластыруды ұмытып кетпеңіздер, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Шамалы осылай су қосып, дәмдеуіштерімізді қосып аламыз. Шамамен 5 минут қайнаған соң, өйткені ішіндегі картопымыз пісіп, жартылай пісуі керек, сол кезде біздің қуырылған түйіршіктерімізді қосамыз. Ендігі кезде гарнирді дайындайтын боламыз. Ыдысымызға шамалы май қосып, осылай түрікше гарнирге арналған макарон өнімін қуырып аламыз, қызартып. Ол болмаса, фермешер қосаңыздар болады. Алдын ала жуылған күрішімізді жақсылап салып, араластырып аламыз. Суын қосып, тұзын салып, әдеттегі күріш гарнирін пісіргендей жақсылап пісіріп аламыз. Бұл тағам өзінің гарнирді ұсынуымен ерекшеленеді. Сол себептен үлкен кесенің ішіне кішірегін салып, төңкеріп, осылай жасап шықсаңыздар, видеодағыдай бәрі әдемі ерекше болып көрінеді. Гарниріміз ыдысқа жабысып қалмас үшін кішкене маймен жақсаңыздар болады ыдыстарды. Міне осындай гарнирдің ішіне кез келген котлет, тефтель немесе осылай митболстарды құйсаңыздар болады. Кешкі асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, бірақ өте дәмді болып шығады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоны асыға күтіңіздер.